Жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Шалқар радиосының әуе толқынында Абай ғибраты хабары. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық арнасына құлақ түрген барша тыңдарман. Шалқар радиосының тікелей толқынында Абай ғибраты хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап. Әнмен әрлеп отырған әріптесім Айсәуле Төрехан, микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Абай ғибраты хабарының бүгінгі қонағы белгілі абайтанушы ғалым Асан Омаров. Қош келдіңіз Асан аға студиямызға. Рахмет Жасұлан. Асан аға, енді бүгінгі хабарымыздың тақырыбын жасымнан албырт өстім, ойдан жырақ деп алып отырмыз Абай атамыздың өз өлеңінен. Абай атамыздың жастық шағы, жалпы болыс болған кезеңі жайлы. Ол Абай атамыз өлсем орным қара жер сыз болмай ма деп басталатын өзі туралы қоштасу өлеңінде жасымда албырт өстім ойдан жырақ, айлаға ашуға да шақтым шырақ дейді. Олай болса осы Абай өмірінің осы бір әуелгі бөлігіне арнайы тоқталсақ деп отырмаға бүгінгі хабарымызда. Өте дұрыс. Бұл солай Абайдың даму сатысын біріндеп қараймыз сонда. Бірінші кезең, екінші кезеңде. Мұны алғашқы кезең. Бұл Абайдың жаңағы жігіттік болыстық шағы. Жаңағы қоштасу өлеңі дейміз, оны 1898 жылы жазылған. Абай 53 жаста ол кезде. Бұл қоштасу болғанда өмірмен қоштасу емес. Өзінің бұрынғы осыға дейінгі қалпымен, өзінің ой танымымен қоштасқан Абай. Өлең шіркін, өсекші жұртқа жаяр, сырын тоқтатам деп аяқтайды. Себебі бұл сопылық философияда сөз бар, өлмей тұрып өл деген. Сондай мағынада қоштасып отыр. Мен ана таяуда өлем деген мағынада емес. Бірақ осыға дейінгі мен өмірім басқа бет бұрыс келді деген. Енді бұл кейінгі бет бұрыс, кейінгі Абайдағы. Ал енді біздің анау алғаш кезең келгеніміз ол 1878, сонда біз 20 жыл кейін шегінуіміз керек. Жаңағы мына қоштасу өлеңін 98 жыл жазып отыр ғой. Біз 20 жыл артқа шегінеміз. Артқа шегінсек, онда Абай 33 жаста, 1878 жылы дәл осында бір үлкен бет бұрыс болады. Бір үлкен оқиға болады. Ол қайсы десеңіз, ол кісі үлкен, көптеген енді ондаған арыздар Семейдің губернаторына, одан асып Омск генерал-губернаторының канцеляриясына жетеді. Сол бойынша Абай 12 үлкен айыппен Семейге шақырылады. Қазақ айтады, сотты болды деп. Тергеу басталып кетеді. Міне сол кезде жаңағы жасымды албырт өстім ойдан жырақ деп, сол 33-ке дейін жасын айтып отыр Абай. Одан кейін Абай бір сәтте есейді. Түрмеге түскен адам, қабақтада жүрген, тергеуде күнде-күнде. Ол бірден есейтеді адамды. Ол бір қырда еркін жүрген, не істеймін десе, ер көзінде Құнанбайдың бір ұлы болып жүрген өмір қандай, Семейдегі қабақта қысылғандай. Егер де сәл босаңсаң, ит жеккенге кетесің. 12 айыппен үлкен шаруа. Сондай бір қара бұлт үйірілген кезде Абай соны айтып отыр, жасымда албырт өстім деп. Одан кейін сол 78 жылдан кейін сол абақтыдан байланысты оның көзқарасы да өзгерді. Одан кейін халық туралы ойлай бастады, қайраткер болуға бет алды, қайраткерліктен ақындықты қолға алды. Солай Абай өзінің өміріне өзгеріс әкелді. Сондықтан біз осы өзгеріске дейінгі өмірін айтып өтсек енді біраз, онда Абайдың балалық шағына тоқталмай қойған. Медреседе оқығаннан кейін, бәріміз білеміз, медреседе оқығаннан кейін Абай 3 жыл, 4 жыл өзіне көмекші қылады. 18-ге, 19-ға дейін өзіне көмекші қылып, ер жұмысына жұмсап, жас Абайдың зеректігін пайдаланып, үлкен кісі істей алмайтынды Абай істеп жүреді. Сөйтіп, Абай 18-19-ға келгенде жеке өзі болыс болып, жаңағы болыс болғанда Шыңғыс деген өз елі ғой, өзінің Шолжай дейді, өзінің аталары бәрі таныс, өзінің өскен ортасы. Сонда 12 жыл болыс болады да, 9 жыл болыс болып, онда жаңағыда жасымды албырт өстім деген осы кезге келеді. Ешқандай пәленбай қауіп жоқ, ешқандай ой жоқ. Бәрі де
қамқор абайға, абай да оларға әділетті тырысты шаруаны бітіріп. Сондықтан өте жаймашуақ өтті. Асан аға, енді осы абай болыстық қызмет атқарған заманның ерекшелігі неде деп ойлайсыз аға? Бұл өте орынды сұрақ, себебі абайдың дәл болыстығы прямо қазақ қоғамының переломный моментіне дәл келді, сең қозғалды. Себебі заң өзгерді. Кез келген қоғам заңмен өмір сүреді. Заң өзгерсе, қоғамның өмірі өзгермей тұра алмайды, әсіресе отарлық кезінде. Міне 1865 жылға дейін сол жаңа низам дейді, жаңа закон қабылданғанға дейін қазақ еркін жүрді. Ол жай анау аты ғана бодандық деген. Аға сұлтандар басқарды, ешқандай орыс заңы жүрген жоқ. Қазақтың өзінің әдет ғұрпы жүрді, және мына шариғат заңы жүрді. Екеуі қатар алып жүрді. Ешкім қалаға шаппай, жүгірмейді, билер шешеді, әрі кетсе аға сұлтанға жетеді, болды. Сондықтан қазақ бір 300 жыл боданбыз деп артық астырып айтамыз тегінде. Сол 1868-ге дейінді бодандық деп санауға, бұл енді символистке дейді ғой, жай ғана. Бір ұзын арқан, кең тұсау, орысты заң білмейді, ешкім орыстың өзінде көрмеген қазақ сол еркін жүріп жатыр, шын айту керек. Ал 1868 жылғы заң, бұл кәдімгідей Европада дайындалған, Европалық саясатпен дайындалған. Өте терең қазақты түбегейлі отарлау үшін, қазақтың билігін толық қолға алу үшін, енді Омскіде отырған генерал-губернатор толық қолына алу үшін мына заң жұмысқа кірді. Бұл заң бойынша қазақтың заңы жүрмей қалды, тек орыстың заңымен. Ал орыстың заңын билеп отырған Семейдегі шенеуніктер соған жүгіну керек. Ауылдағы билер ұсақ-түйек бір шаруадар ғана қалды. Бір ұсақ-түйек бал ұрлады, үйтті-бүйтті төбелес дегендей. Қалған кісі өлтіруден бастап жесір дауыл бәрі Семейде шешілетін болды. Сондықтан мына заң абайдың болыстығының мына жаңа бұл заң кіргені қызық өзі. 67 жыл кіретте 2 сайлау дұрыс өтеді. 3 жылдан ғой, 6 жыл. Елдің бәрі білмейді бұл сайлауды не істеу керек. Дұрыс береді, шығарды бәрін. Адал адамдар бұрынғыша аға сұлтандықтай жалғасады, дұрыс келе жатады. 3-ші сайлауға келгенде ел үйрене бастайды. Маған ұнамаған кісіні алып тастап, сыртынан алып шығарды басқаға аударып жіберуге болады екен деген. Айлакерлік басталады. Ру мен ру, ата мен ата арасында талас. Міне абай соның бәрін көзімен көрді. Сол абайдың сотты болып жүргені, мына жаңа законның 3-ші рет кірген сайлауға. 3-ші рет тастағанда, міне сонда абай Мұқыр деген көрші ел ғой енді, туыс ел. Соған болыс болып сайланады, назначениемен, назначение деген енді жақсы болыс осы алып шығады деп. Себебі Мұқырда әртүрлі атадан жиналған кішкене не болады? Қиын жер. Соны абай алып шығам деп, ұрлықтарды тиям деп, оны білмейтін кейбір адамдар кейінгі Фейсбукта жазып жүр, не деп. Абай кезінде барымташылар қолдаған, өзді қорғалжынға деп барымтаға шаптырған. Ол жай сөз, ол халықтың ішінде өсек сөздің біреу. Абай керісінше ұрлықтарды тиям деп жаны салған. Жаңағы сол Мұқыр болысындағы оның істеген залалы бәрін сол әділет істеймін деп. Бірақ ол көбіне жақпай қалады да, кіші ата, үлкен аталар өздері таласып жаудыртады, осы Құнанбайдың баласы Құртай қосы деп. Солай жаңағыдай арыз қарша борап сотты болып кетеді. Міне жаңағы бұл жаңа законның әрекетінен болып отыр бәрі. Жаңа закон бұл бұрынғы заң болса, ешкімді оны абайды айдамас еді Семейге. Абайды сол жергілікті билер шешер еді. Кім дұрыс, кім бұрыс емес. Семейдегі қазақша білмейтін, қазақтың заңын білмейтін адвокаттар, судьялар одар не істейді? Тек қағазға қарайды. Қол қойылған, протокол бар, болды. Сотты боласың. Міне абай осыны көзімен көріп, қатты қиналып кетеді, сонда өзінің басына сіз түскенде. Мынау бізде мен ғана емес, қазақ құрайды екен ғой. Қазақтың жақсысы мен болсам, мен мынандай сорлы болсам, мұнда не болдық деген оймен, сол 1-2 жыл алғы тергеуде жүріп қиналғаннан кейін жаңа закон деген ұзақ өлең жазады. Оны біреулер әлі абайдікі емес деп жүр. Бұл өте дұрыс, қате пікір. Оның абайдікі екенінде 100% дәлелденеді. Себебі ол ішіндегі абайдың үні, абайдың жан айғайы болып тұр бәрі. Және сол жаңа закондағы өлеңнен кейінгі 4-5 жыл кейінгі жазған өлеңдердің бәрі содан алып жатыр, желсін. Сол жаңа законда айтқан әңгімелердің бәрі кейін мына өлең бошыға жеке-жеке. Атқамінердің көптігі, бірін-бір алдап солап жатқаны парақорлар бәрі сол жаңа законда тұр. Сондықтан ерекшелігі міне өте ерекшел. Құнанбай мен Өскенбай заман бір болды. Олар ескі қазақ заңымен биледі,
Иә. Абайдың заманында ол орыс заңымен биледі. Бұл мүлде екі бол, жер мен көктей арасы. Халық бірден ақ әлгі көз алды бұзыла бастады. Не бәрі 15-20 жылда халықтың мінезі бұзылды. Біріне бір сенбейтін болды. Иә. Осы енді 68 жылы қабылданған жаңа закон қазақ өмірін өзгертті ғой. Өзгертіп жіберді. Енді жаңа өзіңізде бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Осы жаңа закон өлеңі Абайдың өлеңі емес деп айтады деп. Не себебі осыған? Өзге өлеңдерінен қандай да бір өзгешелік бар ма аға? Бұл өлеңнің бір ғайыбы, бұл ақындық шеберлік мұнда төмен. Мұнда қара сөз, қазақтың қара өлеңі дейміз ғой, Мұқағали айтпақшы. Қазақтың күпі киген қара өлеңін өзіне шапан жауап қайтарған. Сол күпі киген өлең сияқты жазылған бұл. Ұйқасы бәрі. Сондықтан Абайға сәйкес емес деп әдебиетшілер айтты. Мынау қалай Абай мынадай қарапайым өлең жазады? Бірақ мәселе Абай оны хат жазған сияқты жазып отыр. Ол жеткізу ана зорлық зомбылық, жаңағы биліктің тізесі батып отыр. Мына заңның дұрыс емес екен. Бұрынғы заңды қайтару керек. Немесе мына жаңа законды түзету керек деген сол тұсқа жетсін деп жазып отыр. Ана кім сияқты адамдарға. Бұны жазып отырған кісі бар, Патани сияқты. Қазақшада орысша білетін адамдар. Омскіге жазып отыр. Омскіге. Сондай мақсатпен жазылған хат сияқты бұл. Бұған ана көркем әдебиет тұрғысына келмеу керек мүлде. Абайдың өлеңі деп нақты айтуымызға болады, иә? Нақты айтуымызға болады. Дәлелденіп тұр ол. Аға, енді осы біз сөз қылып отырған 1860-1878 жылдар аралығындағы Абайдың өлеңдеріне тоқталсақ, осы кезеңдерде өлең жазды ма? Өлеңдері әрине Абай өлең жазбай тұра алмайды. Оның ішіндегі ақындық қуат, ол айтып ұмытылып қалғанда өлеңдегі бұны әзіл ысқақ ретінде бір ауыз екі ауыз өлеңдер өте көп. Бұны кекеп жазған, мысқылдап, mesela Абыралден құрдасына намаз оқи алмайтын деп жазады, күлкілі қылып. Сондай өлеңдер көп. Содан кейін махаббат өлеңдері дейік, мысалы сап-сап көңілім деген ол енді бір жағынан махаббат емес, Тоғжанға деген махаббаттың арғы, бірақ өзін өзі айтып отыр, өзінің көңілін тоқтатып отыр, өзінің мінезін айтып отыр. Өзін өзі тоқтатқан 15 жастағы бала сап-сап көңіл сапты деген өлеңді оқыған адам таң қалады. Не деген ол ана өзін ұстай білу. Абайлық сол кезде көрініп тұр міне. Ана желік кетпей, не де болса осы қызды алам деп соңына түспей, Тоғжанды қанша сүйсе де өзін тоқтатқан болды. Осылай деп. Сол сияқты Тайғамыдық деген өлеңі бар. Ол да сол осы кездерде жазылған. Осы кезде жазылған, себебі ол өзінің байдың баласы, молдан оқыдық, серуендеп жүрдік, аңшылық қылдық деген сияқты. Сондай өмірді жазады. Сондай айтып келгенде, сол кездегі өлеңдерінен айтсақ тағы Әкімбайға деген өлеңі өзінің бір 9 жастағы ұлыға айтыс болады. Бұл 75 жылы жазады. Әкімбайға деп. Одан кейін жаңағы қақтаған ақ күмісте кең маңдайлы, жарқытпес қара көңілім не қылса да деген өте күшті классикалық екі өлең. Енді бұны әркім әртүрлі айтады. Мен өзім зерттегелі бұны Әйгерімге шығарылған деп естідім. Себебі Әйгерімді алу оңай болмаған. Әйгерім бейнек арада үлкен бір жағдайлар болған. Бұл атастырып қойған қыз, оның үстіне аяғы ауыр болып қалады. Сондай көп сәттерде Абай қайрылып қалам ба деген қорқынышта жүрген. Бір жарты жылдай дегенде. Сол кезде жазған өлеңдерге сұранып тұр, сол Әйгерім арналған. Одан кейін осы кездегі жазған өлеңдер Бүркіт сыны, Қан сонарда деген, екеуі біріне бір іркес-тіркес өлең. Қан сонарда Бүркіт бұл таза аңшылықты өлең, қазақ өмірінен алынған аңшылық. Міне сонда сіз 83-ке дейін деп сұрадың ба жаңа? Иә. 83-ке дейін болсақ, ондан кейін жаңағы 78 жылға дейін. 78-ге дейін осы мен айналдырған. 78 жылға дейін осы 10 шақты өлең. Осы 10 шақты өлең. Себебі бәлкім жоғалып кетті ме, енді жеткен осы. Осының өлеңдерінен Абайдың есі көрініп тұрады. Абайдың ақындығы да көрініп тұрады, шеберлігі бәрі көрініп тұрады. Бірақ бұл өлеңдерде бір титтей де қоғамдық үн жоқ. Бір азаматтық дейтін ешқандай сарын жоқ. Абай тек қырдың бір қабілет ақын ретінде шығарған, өзінің көңіліне төккен болды. Бұл арада біз бірден ақ нетігі болады, жасымды албырт өстім ойдан жырақ деп, міне осы өлеңдерді құптап отыр, растап отыр. Ерке аңмен, бәйгемен айналысып жүрген, болыс болып жүрген азаматтың өлеңдері. Көрдіңіз бе?
Асан аға, енді мен 78 жылға дейін деп сұрақ отырғаным, 78 жылдан кейінгі осы 83 жылдар аралығына арнайы тоқталсақ деп отырмын аға. Бұл енді абай болыстық қызметтен аластатылған кез, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 12 үлкен айып тағылып тергеуде болғаны жайлы. Бірақ осы 5-6 жылдық кезең әлі күнге дейін тасада қалып келе жатқан тәрізді. Сол кезеңдерде қандай оқиғалар болды? Қолымды мезгілінен кеш сермедім деген ақын осы олқылықтарды толтыра алды ма сол кезде? Бұл арада осы 5 жылдың дұрыс зерттелмей, енді жете зерттелмей келген өзінің көп себептері бар. Енді оған тоқталмай ақ қояйық. Бұл арада Мұхтар Әуезовтің өзі айтып кетті, осы 5-6 жыл бос тұр, қалайда аттап кеткен сияқты, абайды ол бос болмау керек деп айтып кеткен кезінде. Сондықтан осы өз зерттеуім бар, осы соңғы жаңа үлгідегі басылым деген 2 томды дайындағанда мен осы жайды зерттеп, осы жылдардың өте маңызды екеніне назар аудардым. Себебі абай жаңағы 5 жыл, шын айтқанда 6 жыл 83 күн, 6 жылда үлкен бір университет бітіргенде ғалым оқымысты болып шығады, шын мәнінде. Біріншіден оланы Семейдің кітапханасын түгел қопарып оқып шығады. Семейдің кітапханасы өте бай кітапхана. Ондағы журналында, классикалық әдебиетінде, көркем әдебиетін түгел оқып шығады осы жылдар. Абай осы жылдар ғылымдықты алады. Оның үстіне өзін өзі тергеуді қорғау үшін юридисциплина дейміз ғой, заң. Заң ғылымдарын өте жетік меңгеріп шығады. Заң ғылымын орыс заңдарын абай шемішкеше шаққан. Себебі өзін өзі сақтап қалу үшін. Оның үстіне абайдың өзі жаны құмар философия. Гректердің көне философиясын зерттейді. Шығыстық енді ол өз алдына қоя. Мына сол батыстық көзқараста Дрепер, Билл, Бокл деген социалист ғалымдар болған, сол кезде атақты. Солардың еңбектерін көп шұғылданып зерттеп шығады. Сондықтан бұл оны тек әдебиет шыған емес, жан-жақты оқымысты болып шығады. Осы 5 жылда оқымысты білімді алған сайын ол сенің жазғың келеді, қалам ұстағың келеді. Сол кезде міне шығармашылығы қатар жүреді абайдың. Осы 4-5 жыл Әуезов неге бос жатыр дегенде ол бос жатқан жоқ. Бұл кезде абай жаңа закон бір деп қойыңыз, жаңа закон өзі ұзақ өлең. Одан кейін жасымда ғылым бар деп ескермедім, 85 деп жүрміз. Ол 85 емес, 81-де жазған. 80-81 шыққысында, себебі ол ғылымға жаңа енген кезінде. Ғылымға міне соның дәмі татып, енді мен құлшынған кезінде жазып отыр. Әлі 5 жылдан кейін ол қолымды кесермедім деп айта алмайды шығар. Ол 5 жылдан кейін ғалым болып шықты. Сондықтан мұны үлкен қате 85-тен мен керек. Сондықтан осымен қатар сөйлің интернатта оқып жүр, 81 жыл, себебі көкбайлар бәрі, өзінің баласы Әбдірахман сол интернатта оқып жүрген кезде жазған. Одан кейін 4 жылдан кейін жазбайды, кезінде жазған. Ғылым таппай мақтанба, осы екеу бір өлең ғой, интернатта оқып жүр, екеу бірге жүреді, 1 жылдықы. Одан кейін жаңа еліктеушілік деп отырғанымыз Крыловтың алғашқы недерін осы кезде аударған, алғаш 4-5 мысалын Крыловтан. Содан кейін сол Крылов сияқты лашын мен шымшық деген Крыловта жоқ, өзінің өлең мысалын жазады. Есек деген Крыловта жоқ, өзінің мысалын жазады. Міне елік деген сол. Одан кейін Пушкинде оқыды ғой, Пушкиннің поэмалар көп, сол поэмаларына еліктеп қазақ жаңағы Әзімнің әңгімесі деген 1000 бір түннен алған бір немен Пушкинші бұл да жазып шығады. Балаларға, жастарға қызықтырып, хикая. Одан Масқұтты да алды, екінші уақыт көп енді 4-5 жылда. Масқұтты жартылап қана қалады, себебі кейін жаздырмай кетеді событияларға. 84. Одан кейін Вадим поэмасын сол 81-82-де жазып шығады. Вадим деген шындығында абайдың өз поэмасы деуге болады, себебі Лермонтов бұны роман қылып жазған біріншіден, екіншіден мүлде саймасай келмейді, фабуласы, сюжеті. Абай еркін өзінше. Жалпы сол Вадим туралы болғанмен, абай өзінің ойына қалай елестетті, солай жазған. Орыстың суреттеуін, тұрмысын, характерін бәрін өзінше берген өлең көп. Сондықтан Вадим аудармада өте тіпті ыңғайсыздау. Аудармадан гөрі бұл өзінің төл поэмасы. Өзінің төл поэмасы. Сонда бұл үйренушілік кезінде, үйренуді, соны қазақтық поэма жазу кезде дәстүрінде жоқ қой. Міне үлкен еңбектер осындай, осы 4-5 жылда, яғни біріншіден ғалым болып шықты. Екіншіден мына осындай шығармашылығына қатар алып шықты. Әбден ұшталып, бірақ әлі де қоғамдық жоқ. Әлі қоғам қайраткерінің иісі әлі. Бұл кезде енді үйренушілік
Білім жинаушылық кезеңі ғой. Білім жинаушылық, кәдімгідей білім жинаушылық кезең болды. Асан аға, енді Мұхтар Әуезов абайдың осы біз айтып отырған үйренушілік, білім жинаушылық кезеңін жіті тексере алды ма аға? Егер тексере алмаса, оған не кедергі болды? Оған ең басты кедергі сол кезде мынау архивтер Омбыда жатты да, Омскіда, Генерал-губернатор канцеляриясы Омскіда болды да. Жаңағы мына сотты болған істердің бәрі, тіпті абайдың мына 78 жылғы сотты болған кезін анық біле алмады. Әуезов көп талпынды білуге. Себебі ол кезде абайды білетін кісілердің бәрі өліп қалған шыны керек. Көкбайда жоқ, ешкімде жоқ. Абайдың енді абай ол кезде 30 жастағы жігіт абайдың қасында жүрген кісілердің бай көкшеу дейміз, ешкім жоқ. Сұрайтын кісі жоқ. Екіншіден архив жабық. Мұқаңның Омскі барып іздеп архив ақтаруға уақыты да болмады. Және ол кезде Совет үкіметі кезінде оған рұқсат бермеді. Сондықтан ешқандай дерек болмағаннан бұл еріксіз осы 4-5 жылда аттап өтуге тура мәжбүр болды Мұқаң. Бірақ бірнеше рет айтып кетеді. Осы аралықты зерттелу керек. Бұл бос болмау керек деп айтып кетеді. Себебі абай ол анадай ақындық қуатымен сол 80 жылдан 86 жылға үдемей жүру мүмкін емес қой, түсінікті нәрсе. Иә. Сондықтан осындай екі себеппен бұл ара тасада қалып келді. Бірақ орын толтырып, мен оны өзімше қойдым, себебі Қайым Мұхамедханов аға кезінде 8 өлең тапқан, бұрын жарияланбаған, бірақ абай айтқан дәлелдеп. Ол өлеңді қайда қоярын білмеді елдің бәрі. Міне осы кездердік ол. Аударған, белгісі орыстың ақынынан аударған, Бунин деймі, басқадарынан аударған. Лермонтовтан бір-екі өлең бар. Осы аудармалар осы кездікі аудармалар. Белгісі деп жүрген. Иә. Асан аға, енді мына абай кітапханасы толық зерттеліп болды ма аға? Батыс және шығыс әлеміне үңілген кезеңдерін біз бөліп айтуымызға бола ма? Жалпы екі жаққа үңілдім дейді ғой өзі де абай атамыз. Одан кейін енді абайдың батысы шығысы дейміз, иә біз? Абай өзі батыс адам ма, шығыс адам ма аға? Бұл өте маңызды сұрақ Жасұлан. Себебі осыдан басталды. Абайдың кемеңгерлік ойшылдығы, осыны түсініп алуымыз керек бірінші. Абай жаңағы мен айтып отырған 5-6 жылдағы абақтыға түсу қалпында жүрді деді ғой. Ол түгелімен батыс кітапханасынан алды онда. Соны орыс арқылы келген ғой. Соны журналын оқыды, газетін оқыды, кітаптарын оқыды. Ол батыс адам болып қалыптасты сол кезде. Оның үстіне орыс достары, әсіресе Михайлис деген. Өте бір жақын серік адам болды, сырлас досы болды. Осы орыстың несін абайға дүние танымын жеткізіп отырды. Михайлис ғалым адам ғой. Өзі ғалым, өзі революционер ол. Мұна қоғамдық идеяны бар, қалай кедейлерді байлардың көтеріп, әділет жасау керек деген социалистік идеялардың бәрін ол абайға көп айтқан тегінде. Абайдың көзін ашқан көп нәрсеге. Сондықтан абай сол кездегі сол батыстың адамы болып қалыптасты осы кезде міне. Міне үйреншілік кезеңінде ол шығыс кітабын оқыған жоқ. Енді жағдай солай болды. Бұл тегі батыстың жаңағы. Пушкин, Лермонтов айтпағанда, түгел батыс көркем әдебиетінде меңгерді ғой. Сондықтан 8 аяқ өлеңді жаңағы айтып отырған өзің ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа үңілдім дегені осы жағдай. Әрі қарай айтады, құлағын салмас, сөз тыңдамас, көп наданнан түңілдім. Екі кеме құйрығын ұста, жетсе бұйрығың деп аяқтайды. Міне өте маңызды шумақ қой осы. Осы шумақта, бұны екі шумақты, екі жақ дегенде батыс пен шығыс деп ойлауға да болады. Бірақ о дүние мен бұл дүние деп ойлауға болады. Тереңінде екі кеме деп, оны о дүние мен бұл дүниені айтып отыр тереңінде. Екі кемеден құйрық. Екі кемен құйрығын ұстай алмайсың ғой. Не осы дүниедесің, не былайша айтқанда ан жаққа кетесің деген. Сондай бұлар енді ол өз алдына әңгіме. Енді айтайын деген жаңа абай батыстың адамы ма, шығыстың маңдайында, бұл абай сол батыстың адамы болып сол кезде қалыптасты оқымыс ретінде. Себебі оқуға байланысты ол бар. Батыстан алған ғылым керек екенді, батыстан ғылымды көтерді. Ол да шығыста ғылым деп ешкім айтқан жоқ. Жәдитшілер жаңа шығып жатыр. Сондықтан мұнарада ол батыстың ғылым деген ғылымды алғыстау керек, прогресс ғылым арқылы ғылымды алып, мәдени ағартушылығын 90 жылға дейін 91-ге осымен жүрді батыстың ағынымен, батыс адам болып, батыстың ағарту сияқты жүрді. Бірақ 91 жылдан бастап, қара сөзін жазудан бастап, одан кейін 1-2 жылдан кейін толық адам танымын тауып, ол қайтадан шығысқа ауысады. Міне бұл маңызды. Сол
енді ол кезде абай нешеде 50-ге таяған кезінде бұл абай қайтадан өзінің бұрынғы шығысына оралып, таза мұсылмандық шығыстың адамы болып, абай шығыстың адамы болып, өлгенше сол шығыстың адамы болады. Сонда қараңыз, екі жақ көңілімдегі ол тегін сөз болмай тұр. Батыстың адамы болып кеп, неге шығысқа ауысты? Себебі ол батыстың ол құтысын ішінде жүріп барып көрді. Батыста құдайшылық жоқ. Батыста ол прогресс бар, закон бар, адамшылық бар, этика мораль дейміз ғой. Бірақ түптің түбінде құдайды тану жоқ, әлсіз одарды. Дін деген әлсіреп бара жатты. Одарда батыс Еуропада шіркеудің орнына атеизм, дарвинизм деген ілімдер тіпті қаулап оқытыла бастады тіпті. Дарвинизм деген құдай жоқ деген сөз. Міне абай осының бәрін көріп, менің күнбатыс дегенім күншығыс болып кетті, күншығыс деген күнбатыс екен деп осы кезде айтқан. Есейген абай айтқан, ол жас кезде емес. Ана Мағауия батысым шығыс болды, шығысым батыс болды деген. Бұрын бәріне батыс әкеледі, батыстан жақсылық деп отырды ғой. Сөйтсем, олай емес екен. Мына құдайды ұмыту, ол арты оңбайтын. Абай өте кемеңгер болғандықтан біліп мүлде аяғын тартып алды батыстан. Ендігі іздегені, мына Ғазали, Фараби болсын, Давани болсын, ол түгел шығысқа ауысып, шығыстың толық адам танымын алып, шығыстың құдай тану мағрифатулла деген ілімін алып, соны әрі қарай дамытуға кірісті. Көрдіңіз бе? Бұл үлкен бетбұрыс болды. Сондықтан абайдың алдында сол 10 жылдай әрі кеткенде ол батыстың адамы. Одан кейінгі сол соңғы 10-15 жыл шығармашылығы бұл таза шығыстың адамы дейміз. Бұл ойлау жүйесіне қарап айтып отырған нәрсе ғой. Иә. Сол абай сол екеуін айыра білді, батыс пен шығысты. Ананыкі индуктивный тәсіл, батыстық ол төменнен жоғары қарау. Шығыстықы тәсіл ол дедуктивный дейді, ол Алла тағаладан бастайды бәрі. Алла тағала себепкер деп бастайды. Міне сол өзінің бала жасындағы шығыстың сопылық поэзиясын оқыған абай, ол бірден түсінді, қайтадан ауды шығысқа. Күнбатыс дегенім күншығыс болып кетті, сонда айтып отыр. Біз керісінше совет үкіметі керісінше айтып келді. Ойбай, мынау күншығыс төмен қалып қойған нашар өркениет жоқ екен, мына батысты өркениет мықты екен деп айтып отыр екен деп. Шындығында ол абай есейіп 50-ге таяғанда айтып отыр. Мен күнбатыс деп адасып жүр екенмін. Күнбатыс ол үстіңгі ғылым екен, ол бұл дүниелік ғылым екен. Сен онымен алысқа бармайсың, ол адамшылықпен алысқа бармайсың, құдайшылық керек. Адамшылық құдайшылықтан тамыр алады. Құдайшылық мықты болса, адам ешқайда кетпейді. Құдайшылықсыз адамшылық, ол бір әнемен құлайын деп тұрған бәйтерек сияқты. Қазіргі батыстан көріп отырмыз ғой. Неше түрлі қылықтарды, құбылыстарды. Соны абай айтқан күнбатысым күншығыс болып кетіп соны айтып отыр. Асан аға, енді мына күйлі күйсіз бәйгеге қажды көңілім көк шауып деген абайдың сөзі бар ғой. Осы өзі айтқандай абай қызықтаған, бос уақытын жұмсаған, мына ойын сауықтық абайдың сол кездерде ермек қылған дүниесі, абайға ермек болған нәрсе не еді аға? Абай қай жағынан болсын үлгі болған ғой, тобықты еліне кімге болса да. Әсіресе мынау абайдың сыртқы істеген мінездері, жүрген тұрыстары бәрі еліктеген, көкбай сияқтылар. Абайша киініп, абайша жүріп, абайша сөйлеуге тырысқан. Абайдың бірақ ішкі эволюциясы, ішкі даму қалай болып жатқан ешкім біле алмайсың ғой, ішкі сырын. Не ойлап отырған, қалай өсіп жатыр, қандай кітап оны біле алмайсың. Сыртқы істерін естеліктер көп айтылады. Естеліктер осы абайдың, мысалы үшін айтады, аңшылық. Абай былай азартный дейді ғой, сол айлап салбұрын дейді ол кезде. Арқат дейді, басқа доғалаң дейді, сондай тауларға шығып, енді бір 2 жұмыс жұмақ кетіп отырған қансуларда. Саятшы, аңшы. Саятшы, себебі ол кезде қолдары бос қой азаматтардың. Болды, сонан кейін сол кезде міне бүркітке абай өте үйір болады. Бүркіт ұстау өте үлкен бір өнер өзі. Әрине, бүркіттің бабын білу. Бір шөме, төртеме абайдың өзінің жеке бүркіті болған әйбет. Өзін танитын, баптаған. Сондықтан бәйгатты да солай абай бәйгатты да сырын біліп ұстаған. Міне сондықтан абайдың көп уақыты сол 30 жасқа дейінгі абайдың қыр қазағының өмірі болып өтті. Одан басқа абайдың жаңалға келген қырғанды осы дойбы мен тоғызқұмалақты әкеледі абай. Ол тоғызқұмалақты бір білсе бір білмейді. Абайдың кезінде сол тобықты елінде 2-ның бірі тоғызқұмалақ ойнап чемпионат болып
абай мен тең түсетіндер де болған, мықты ойнайтындар көп, абай басқа ойыншылар болған. Одан қала берді ән күй, бәрі абай оны ұнатқан ән тыңдауды. Әншілер келді ме, отырады, олар қуанып кетеді. Шекті домбыраны абай шертті ме? Абайда шерткен бар, ондай. Сондай Ақшаяқ деген бір цирк сияқты өнерді де абай құптап күрестірген, балуан ұстаған. Енді осының бәрі сол кезде қырдың ермегі ғой. 6 ай қыс не істейді? Жаз жайлау тез өтеді, қыста сондай ермектер керек. Ол кезде кітап оқитын кез емес, абай ғылымға жоламаған кезде. Осында көп әуестікпен шұғылданып, әлгі күйлі күйсіз бәйгеге қажды көңілім көкшау. Сол 45-50-ге тайған тіпті әбден қойған. Себебі оның бәрін көрді. Абай жалқыш қой. Көрді, жалықты тастады. Олығы бір құмар ойын сияқты түсіп кетіп, бір картрижіңтер болады. Соның жүре беретін кісі емес абай. Ол бір жарты жыл, бір жыл әбден меңгердім, 9 балақты тастады. Бәйгені көрді, тастады. Бәйге атқа жолған жоқ. Солай ең соңғы бұның анық құмар болған ғылым ғана болады да, кітап оқу. Осы міне осы несін тастамайды, осы құмарлығы жылдан жылға ұлғая береді. Басқа құмарлықтарын бәрі әңгіме, мәжіліс құру, бәрінен де қажып жалығады. Бұл көп мәжіліс құрған, көп өсиет айтқан. Абай мектебі дейтін бір мектеп ұстаған, жастарды баулыған, 3 жыл, 4 жыл. Соның бәріне қажыдым деп, осының бәрін айтып отыр абай, қажыдым деп. Себебі ол өзінің ішкі шығармашылық, ішкі даму бар ғой. Сондықтан ол бір нәрсемен жүре алмайды абай. Күйлі күйсіз бәйге деп отырғаны, осы өзінің ермек қылған дүниелер жаңа өзіңіз айтып отырған. Кейбір уақыт алады, әртүрлі ғой, күйлі күйсіз деген жағдай. Асан аға, енді сонымен біз енді хабарымызды аяқталып келе жатыр, қорытындылай отырайық. Біз әңгімелеп отырған 35 жасқа дейінгі абайдың өмірін, келешек осындай бір ғұлама, гений, хакімнің өмір соқпағы деп бағалауға бола ма аға? Әлбетте, Жаслан. Бұл арада біз бұл үстінен ғана шолып айтып отырмыз. Тегінде егер мұқият қарасақ, абайдың сол 10 жастағы абайдан бастап Құдайдың қалауында, Құдайдың қамқорында болған адам екені анық дәлелденеді. Ең жақсы медресеге түседі. Одан кейін халықтың өнерін үйренеді, болыс болады. Одан кейін барып жаңағы оның тергеуге түскеннің өз сәттілік. Тергеуге түспес абай кітапхана қайдан барушы еді? Орыс достарым қалай десті? Ұзақбай негізгі жазған сол Бөрібаев, Ұзақбай Бөрібаев деген азаматқа шын айтқанда біз алғыс айтымыз керек әрбірден кейін. Сол ұйымдастырып мына тергеуге алдырған абайды. Сол тергеудің өзінде абай не алып шықты? Ол бүкіл кітапхана қорын оқитын оқымысты болып, орыс достарын тауып, статистикалық комитетке кіріп, жаңа өзіңіз айтып отырғандай заңды толық біліп, жаңадан заң шығатын дәрежеге жетіп, аудармашы болып, жаңа 4-5 жылда қалыптасып, әбден қаламы жүйрік, саналы азамат болып шығады. Сондықтан осының бәрі абайдың 40-қа дейінгі бірінші кезеңінің өзі, сол Құдайдың оған бір миссияны байқады, миссия берген, алға сүйреп отырған. Қиындық, жеңілдік деп, сондай қорытынды туады. Мен сондай қорытынды жасаймын. Көптеген сәттілік абайдың. Сәтсізден де сәттілік жақсы шығып отырды. Егер де 12 айып түгіл 3-4 айыппен ақ, ол адам еліне қайта алмай қалушы еді. Итшеккен дейміз, сонда айтылады, немесе мүлде сотты деген паспорттап, ол жаман адам болып қойшы еді. Абай бәріне таза шығады. 85 жылы Қарамалы съезі болғанда төбе би болады. Яғни міне сотта губернаторның өзі қойып кетеді. Міне сондай абайдың жолын ашып отырған жарық сәуле болды. Ол енді Құдайдың құдіреті деу керек. Басқа оған түсінікті іздеп қажет жоқ. Абай соны сезе бастаған, бірден емес, сезе бастаған, өзі де соны өрлей бастаған. Ол өзіне өзі қанағаттанбаған ешқашан. Ешқашан қанағаттанбаған. Себебі ол сүйреуіш күш бар екенін білген, алда бір үлкен мақсат тұрғанын білген. Себебі жаңағындай құтылмайтын жерден құтылып отырған ғой абай. Мүлде басқа жай қазақ, ол ешқандай әрекетсіз қалар еді, бітті. Абай шығып кетеді, қандай қақпаннан болсын шығып отырады. Асан аға, енді жалпы осы 35 жасқа дейінгі кезеңі туралы әңгімеледік.
Жетекші абайтанушы ғалым ағаларымыздың ішінде әртүрлі пікірлер бар аға. Абайдың толық адам ілімі деп айтамыз ғой. Сізше ілім деген не? Абайда ілім бар ма аға? Ол ілім Абай былай дейді. Қайық шығар ілімнен дейді. Ыза шығар білімнен дейді. Білмейші, екі түрлі айтып отыр. Қайғы мен ыза қысқан соң зар шығады тілінен. Өзінің неғақ болғанын айтып отыр сол үшін. Сонда қайық шығар ілімнен деп, ілімде бұл Құдайды, о дүние туралы ілімді айтады. Рухани дейміз ғой, рухани. Ол көзге көрінбейді. Оны іске алмайсыз, ұстай алмайсыз, рух деген. Соны ілім дейді. Оны батыстағы Құдай сіз болғандықтан мистика дей салды. Мистика деген бір түк көтермейдер сияқты. Шындығында ең үлкен шындық сонда жатыр. Құдайдың бар екеніне сенуде, иманда, хақиқат деген. Соны Абай сол хақиқат туралы ілім деп соны айтып отыр. А толық адам деген сол хақиқатқа ұмтылушы адам. Толық адам деген ол соның жолын көрсеткендіктен ол да ілім, неге ілім емес? Ол ілім. Абайда ілім бар. Абайда ілім бар. Ілім рухани ұстаздың айтқаны бәрі ілім. Ал жай мұғалімнің айтқаны, ол кітаптан оқып береді ол бізге. Жаратылыстану, физика болсын, астрономия, оның бәрі ғылым, білім. Дүнияуи білім кәдімгі айтты. Ілімнің мағынасы кішкене өзгеше, ол биікте отыр, ол жаңа ғылымнан үстінде отыр ол. Себебі ол рухани, жан азығы рухани. Мына жаңағы дүнияуи білім ол көбіне біздің өмірімізге, тәнімізге, нәпсімізге бәріне керек, бәріне. Ол да Құдайдың қуатымен келеді ғой, тәннің бәрі, ол Құдайдың несі. Нәпсі деген ол жаман деген мағынада айтылмау керек, ол да Құдайдың қуаты, нәпсі. Нәпсі болмаса сен тіршілік қалай сүресің? Екінші жан, ол да Құдайдың қуаты, екеуі де Құдайдың қуаты. Екеуі таласатын сол, бірін жеңе алмайтын сол. Махаббатпен ғадауат майдандасу. Екеуі майдандасады, жеңе алмайды. Ол солай өмір кете береді. Себебі екеуі де Құдайдың қуаты алады. Энергия. Құдай деген қуат қой. Жан деген қуат өзі. Сондықтан ол жаңағы Абайдың қай танымы, қай сөзі болмасын, ілім деп қараймыз. Ілім. Ешқандай да одан төмендетуге болмайды. Ілім емес деуге болмайды. Үштеу деген ілімі жаңағы әсіресе толық адамға қатысты, ол 38 қара сөздегі ілім көп, онда неше түрлі. Алла тағаланы тану ілімі, өзін-өзі тану ілімі дегендей. 38 қара сөзі әсіресе. Енді оны толық ілім деп айтуымызға болады. Иә, ол толық ілім, ол рухани, таза рухани деңгейде жазылғандықтан, ол таза ілім. Бұл трактат дейді, рисала дейді арабтарда. Тасдиқ. Тасдиқ деген аты, тасдиқ деген шығарма. Тасдиқ деген өзі шындық деп аударылады, хақиқат. Хақиқат деп ол Құдайға байланысты ғана айтамыз. Мына бұл дүниелік шындық деген ол енді құбылып кете береді ғой. Ал анау хақиқат деген ол рухани дүниеге айтады. Көзге көрінбейді, бірақ бар екенін білесің. Сен денең көріп қалса, қалады, суйсың да қаласың қатып. Ол жан болғаннан кейін адам, рух болғаннан адам болып жүрміз. Сол рух туралы, жан туралы ілім дейді. Абай соны айтқан, соны жазған. Асан аға, енді бүгінгі таңда абайтанушы ғалымдардың қай-қайсынан сұрасақ та өзінің толық адамы бар. Абай айтқан толық адамды әркім өздерінше айтып береді. Сонымен қатар жетекші абайтанушы ғалымдардың арасында бүгінгі қоғамда толық адамның көптігінде айтады. Жақсы адам болса, Абай айтқан толық адам осы деп айтып жүргендер бар. Сіз толық адамды қалай түсіндіресіз аға? Бүгінгі қоғамда, бүгінгі заманда сіз үшін толық адам көп па? Бұл өте маңызды сұрақ. Мен жаңа айттым ғой, біз Абайдың шығыс адам екенін мойындауымыз керек. Абай шығыс адам, восточный человек дейміз. Сондықтан ол біздің қазақтар да Абайды ұстаса бәрімізді шығыс адам болуға тырысуымыз керек. Шығыс адамдағы толық адам, ол ешқандай да екі-үшті айтылмайды. Бірақ нәрсе, ол Құдайды таныған, о дүние барына сенген, жан жоғалмайтынына сенген, ар ождан сол жаның азық екеніне сенген, кәдімгі мұсылман, таза мұсылман деген. Оны басқаша трактовать етуге болмайды. Ол жақсы істерді істеген екен, сол жақсы адам екен. Шын мұсылман толық адам. Таза мұсылман ол толық адам. Кәміл мұсылман ол толық адам. Ал кәміл мұсылман дегеніміз кім? Кәміл мұсылман деген ол жаңағы шын сенетін адам, Құдай барына. Егер кәміл мұсылман мен толық адам екеуі бір адам болса, бір адам. Кәміл мұсылман бар,
Абай толық адамды не үшін айтты аға? Ол толық адам деген ол кәміл мұсылман ғана шектелмейді. Бұл өзі бар дүние ғой, кәміл бар. мұсылман. Иә, кәміл мұсылман бар, бірақ кәміл мұсылманнан жоғары бар. Кәміл мұсылманнан кейін хакімдер тұрады. Хакімнен жоғары әулие тұрады, әулиеден жоғары пайғамбар тұрады. 4 сатылы ғой өзі. Сол кәміл мұсылман деген ол бақташы адам да болуы мүмкін, шофер да болуы мүмкін, мұғалім де, дәрігер де, кез келген адам кәміл мұсылман бола алады. Ал кәмілден жоғары тұрған хакім бола алмайды. Хакім сияқты ол ғалым болу керек, Абай сияқты. Халыққа түсіндіріп беретін, жаңағы айтып беретін. Ол толық адамның басқа сатысы. Жаңағы кәміл адам да толық адам, иә? Бірақ мына жаңағы мен айтып отырған хакім толық адамның одан гөрі жоғары сатысы. Әулие деген ол да толық адам, бірақ ол одан да жоғары саты, ол Құдайға жақындап тұр ғой. Одан пайғамбар, енді пайғамбарды көп дей алмаймыз, ол пайғамбар толық адамның нағыз өзі ғой. Ал енді бұл Абайдың бұл айтқан сатысы құрғана барлық жақсы адамдар, ізгілікті адамдар бәрін біз толық адам десек, онда батыстық неге кетіп қаламыз. Ол батыстың идеологиясы. Батыс адамына ол жарасады, солай айтады олар. Біз батыс емеспіз, біз Қазақстан, шығыс еліміз. Біздің танымыз шығыстық болу керек. Біз Құдайдан кетпеуіміз керек. Обал, сауап, ұят деген қазақтың ежелгі, тәңірліктен келе жатқанның бәрі осы Құдайдың сенімінен шығып отыр. Ал батыста ондай жоқ. Олар тек заң законмен, мораль этикамен адамды қоғам ұстап тұр. Құдайсыз ақ. Ал оның арты қайда барады? Оның бәрі дағдарысқа келеді. Экологияға да келеді, ауруға да, айналып келгенде қазір өзі тығырық қой, қайда болсын, кризис. Яғни жан мен тән қатар дами алмай қалады батыстың несінде. Мына тән, мына материалдық прогресс алға шығып отырады да, мына соның артында салпаңдап бара жатады, рухани дүние. А шығыста оған жол берілмейді. Ол дін деген сол үшін ғой, ұстап тұрады. Мына мұсылмандар қанша жаман артық алып қойды дейді десек те, олар мүмкін әлемді былайша айтқанда адамшылықты ұстап тұрған ислам елдер, немесе мына дальний восток дейміз, шығыс Жапония сияқты елдер айналып келгенде. Әйтпесе қазір түгел адамзат батыстыққа өтіп кетсе, батыс адам болып, онда өте қиын жағдай қаламыз. Ол тек пайданы қуу, ол тек ақшаға телміру, ақша нәпсіге бәтті. Одан кейін бір күні бір атомный бомба жарылады да бәрін жер беті жоқ болып кетеді. Бүгінгі қоғамда толық адамды көп көресіз бе, Асанаға? Жоқ, толық адам деген өте сирек қой. Абай оны сіздің маңайыңызда бар ма? Бүгінде бар ма толық адамдар? Жоқ, толық адамдар ол кім жақсы Абай танушы болса, енді Абайға сеніп Абайды зерттесе, жастар болсын, Абайды жаттап Абаймен жолымен жүрсе, оны толық адам деуге келеді. Себебі толық адамға ұмтылған солар. Абайдың өзі толық адамды жолмен өткен. Абайдың өзі толық адам. Ол өзін толық адамы деп айтпаса да, мына шығармашылығына қара біз айта аламыз. Толық адам өзі. Мұны жаңа сатылап өсті дедік, 4 саты. Абайдың өткен жол толық адамдық жол, жазған несі де толық адамдық ілімі. Сондықтан осы Абайды оқытып, Абайды тоқытсақ, қазақта көбейеді толық адамдар, түсінеді. Одан кейін рухани деңгей көтеріледі. Рухани деңгей көтерілген адам ол жаңағы заттық әлемді үстіне жоғары қарайды да көріп тұрады. Қандай міне жаман, ұрлықтың қайда апарады. Зорлықпен бай болмайсың, шіріп кетеді. Бәрін көріп тұрады айнадағыдай. Болды. Бұл сондай қолдан келмейтін нәрсе емес бұл. Бұл биліктің, үкіметтің, қауымның, қоғамның ынтасына байланысты нәрсе. Абай оны дұрыстап айтып түсіндіріп кеткен. Абай шәкәрім де солай. Ал енді Абай сонымен қатар жарым адам деді, иә? Иә, жарым адам. Қазіргі қоғамның бәрі жарым адам. Енді шынымен бір адамға барып сен жарым адамсың десе, ол өкпелеп қалуы мүмкін, аға. Әрине өкпеледі. Себебі ол жаңағы рухани деңгейге шығып қалғаннан кейін, ол өзінің кемшілігін ешқашан көрмейді. Ол төбелеске барады, сен жарым адам десең. Тек рухани деңгейге көтерілгенде ғана Абай өзін айтады. Жарым адамдарды қалай суреттеді Абай? Жарым адамдарды айтты, ол жарым адам деген ол тек малға досты мұғы жоқ малдан басқа деп, сол малды қуып кеткен, мал деген байлық қой. Тек осы дүниеде жақсы тұрсам деген бәрі жарым адам болып саналады. Себебі оның қандай математик, қандай ой, ақыл істеп тұрса да ол анадан шыға алмайды, нәпсіден, кругтан. Ол рухани деңгейге шыға алмағаннан кейін жарым адам болып кетеді. Ол жан азыған ойламаса, ана шеңберді бұзбағаннан кейін бұзуға ұмтылмаса да ұмтылмайды. Болды жарым адам. Болмаған десе министр болсын, болмаған десе мектептің директоры болсын, бәрібір жарым адам. Абай оны анық айтады.
Құдайдың жасаған жаратылысы, ол аны шеңберге шығу керек рухани деңгейде. Асан аға, ендеше бізге берілген уақытта аяқталып қалды. Өзіңізге шығармашылық табыс тілеймін аға. Үлкен рахмет, студиямызға келіп, осы Абай атамыз жайлы, жалпы бүгінгі абай тануға үлкен бір жаңалық дүниелерді айтып жүрген бүгінгі жетекші ғалымдардың бірісіз аға. Рахмет. Өзіңіздің соңыңыздан еріп келе жатқан шәкірттеріңіз осы абай тануда. Айтатын адамдарыңыз бар ма, шәкірттеріңіз? Бар. Сұлтан Ыбырай деген азамат кітабын жарым адамнан толық адамға деп шығарған кітабының өзіне тұрады. Ол 30-ші қара сөзді зерттеп жазды. Ол өзі IT жігіт болса, IT мамандығынан мұна абай тануға себебі жүрегі қалауымен және дұрыс, осыға дейін мақалаларын оқып жүрмін, өте терең дұрыс жазып келе жатыр. Міне қазір абай тану осындай жаңа формация керек, жаңа көзқараспен келу керек. Совет одағында, совет кезінде тәрбиеленген абайтанушылар ол істей алмайды. Ол стереотипте шыға алмайды ол кісілер. Әдебиет шеңберінен абайды қалдырады. Ол енді анық нәрсе. Сондықтан мына Сұлтан Ыбырай деп отырмын. Жаңа Ернат Мелсол деген інімізде нетіп жүр, осы абайға байланысты толық адам деген несі бар, концепциясы бар өзінің. Абай арқылы ағылшын тілін үйрену деген бір жобаларды қолға алып жүрген бауырымыз. Осы Абай атамыздың биылғы 175 жылдығында үлкен бір абайдың еліне велошеру ұйымдастырды, иә, сол бауырымыз. Дәл осы жігіттің бастамасымен мұқым бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірді болады. Семей халқы бәрін естіп таң қалып, пәленбай абай той өтсе де осы велошеру жасаған әлі болмаған. 1000 шақырым велосипедпен жүру деген бұл айтуға оңай. Ол енді болмаған уақиға. Өзіңіздің шәкірттеріңіз ғой. Иә, соны осы шәкірті, осы асауып жаңағы бірге Дәулетқали деген осы 3-4 жігіттер осы бәрі жаңағы толық адам демесек те сол толық адамдық жолға қадам басқандар дейді абай. Қадам басқанның өзі ол толық адамдық жолға өте маңызды. Үлкен рахмет аға. Енді елімізде жарым адамдардан гөрі толық адамдар көп болса екен, көбейсін дейміз. Отбасыңызға амандық тілейміз. Үлкен рахмет. Мінекей құрметті тыңдарман, сіздер Шалқар радиосының тікелей толқынында Абай ғибрат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Айсәуле Төрехан, хабарды жүргізген Жасұлан Наурызбайұлы. Студиямызда қонақта болған белгілі абайтанушы ғалым Асан Омаров. Келесі тікелей толқында тілдескен ағайын. Ел аман болсын, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.